Мінекей мына екі қыз болды. Мынау қазір тойға кетіп бара жатқан адам ұқсап отыр ғой. Достар, қалайсыңдар біздің каналға? Қош келдіңіздер. Мына екі қыз. Міне, мынау және мынау. Мына қараңдар. Мынаның бәрі, мынау біздің бөлмедегі спальныйдың айнасы. Оны әкеп мына жерге қойып алған. Мынаның бәрі менің косметикам. Бұны әкеп алған. Мән ойнап жүрдесі ішінде. Әкеп алған. Мынау бағана ғана сатып әкелген резина. Ой, сен бәрін әкеп алған. Сөйтіп, не істеп жатсыңдар? Айнаны мен мына жерінен көтердім, мына жерінен көтердім. Сөйтіп, не істейін деп жатсыңдар жалпы? Екеуміз бір-бірімізді ояндырып. Бұл сонда сендердің ашқан салондарың ба? Иә. Ой, екеуімен қарандар салон ашып алған. Мынаның бәрі негізі, вообще-то мына бәрі менің косметикам ғой. Менікі бұның бәрі. Мынаның ішінде не жоқ? Мынау папаларының одеколоны, шындап келгенде. Мына жақта тональныйдың түрі бар. Мына бәрі тональный. Помаданы қарасаңдар, мың тұр ғой. Мына жерде помада бар, мына жақта бар, мынаның бәрі помада. Мынау помада, мынау. Мына жақта да бар пайдаланатын нәрселер. Мына жақта да бар. Мына бәрі ішін бәрі пайдаланатын нәрселер. Қазір не істейтінін көрейік. Мынау ше? Мынандай да бар, мынау да бар, мынау бәрін әкеп алған ғой. Бұл ше мынандай тырнақтың шетіне жағатын ғой. Сендерге бұл керек жоқ. Қазір көрейік ал кім-кімге. Ойбай, мынаны да әкеп алыпты. Мынау вообще-то шугаринг жасайтын нәрсе. Өздері білмейді не екенін әкеп алыпты. Қазір көрейік ал не істейтін. Не істейсіңдер маған айтыңдаршы кән. Біз қазір бір-бірімізді бояндырамыз. Клиент бір-біріңе клиентсіңдер ма? Мен шашым онсыз да бұйра, соған мен шашымды тегістейді. Сен шашың бұйра тегістейді, сен шашың тегіс бұйралайсыңдар ма? Жақсы болды. Мама, мен біршіна бояндырам. Давайте қазір көрейік. Бұл екінші мен бояндырам. Сосын не істейсіңдер? Бұл екеуің бір-біріңе ұнасаңдар клиент қабылдайсыңдар ма? Иә. Ана жақта Нұрәли жүр. Мына екі қыз жұмысын бастап кетті. Анаған SPF жағып жатыр. Өзі не екенін де білмейді. Мама бірінші қайсын жағам деп қояды. Ана полды бетіне. Еще мына жерге бұлар еще мына жердің жағдайын жасап қойған. Мына жақта кондер қосылып тұр 22-ге. Кондерді қосып қойған. Айна бәрін әкеп. Мынау не деген салон айналайындар ау. Сен тұрмау көрексің. Астына жетпей ағатсың ма? Қазір көрейік, өздері қайтып бояндырайтын көрейікші қазір. Сендер точно әдем болам деп тұрсыңдар ма? Мама көмектесші деп тұрмаңдар қазір сәлден кейін. Сөйтейін деп. Не жақтың? Ана не істепті жоқ. Жоқ, салонды кім ашты? Екеуің аштыңдар да. Неге менен жағам ба деп сұрабасыңдар? Көмектесейін ба? Мен көмектесем әдем болып кетеді түсіндір ғой. Давайте ал. Қайсын жағатсын айтып тұр. Айтып тұрайын жарайды. Кішкене үлкен де. Жаға бер. Оны немен жағат білесің ба? Мен жағатсын. Ойбай, спонжикті біледі өздері. Мына қыз мені ана қолына сығып алған. Түн, не деген салон красоты мынау. Мәссаған, мынандай салон красоты көрмеген мен. Мен айтып бояндырам, мен вообще ешкімді бояндыра алмайын. Қазір, ой, ұрып атыр мұны. Ұрып атсың ба, сен жағып атсың ба? Бүйтіп жағып отыр. Көзді бояп атыр енді. Қан қайт бояп атсың? Қан қайтен жағып атсың? Бір тілі бояп атсың. Жоқ қана. Вау, әні. Бай, күшті. Сендер оқымаған мастерсіңдер ғой кәдімгі, иә? Просто оқу кен болып тұр ғой сендерге, иә? Мәссаған. Көзін жайын. Қазір онда мен ең соңғысын после түсірейін, иә? Қазір бояп болсын, иә? Полный, иә? Қалай шығатын? Әлі шашын текстейін бұның дейді. Енді шаш текстеу оңай ғой, мына мен барады да. Тарттық мен баяғыда алғаннан пайдаланып жүргеніме ше. Где-то 10 жыл болды. 10 жылдан асып кетті даже. Болдыңыз ба, қаншайым? Болды. Мастер ханым. Кән көзің жұмш, Райана. Көзің жұмш. Нәмәна көп болып кеткен сияқты. Кән көзің жұмш. Онша білінбей тұр несі? Жоқ, білінеді, алыстан білінеді. Ана аяқтан білінеді екен. Альфия, болдың ба?
Міне Раянаның помадасы қалды, қалғаны болды. Мен ешнәрсе істеген жоқпын. Өздері істеді. Қасында бір көрсетіп бердім. Осылай. Енді қазір шашын тегістейін дейді. Оның аяққа өте жоқ. Ой, мына өшіп қапты. Міне мына жер қосылмай қапты. Өте жоқ қосып қойды. Мына шашын тегістеп беремін дейді. Сонымен Раянаның послесі көреді. Одан кейін Альфия бояй бастайды Раянаны. Кән бері қараш. Кән. Енді бұл қыз мына қыздың шашын тегістеуге кірісіп кетті. Мынау жерде мынау тегіс шашы, мынау бұйра шашы. Мынау тегіс болып жатыр. Иә, өзінің шашы. Мынандай алдын көрсетші. Мынандай шеттердің бір шаштар бира-бира да несі. Иә, тоқта бүйтіп басай. Мынаны аяққа жіберсе қыздың. Мынаны аяққа жібер. Қалай тегістейтінін білмей жатыр мына қыз. Мінекей шашын да тегістеді. Енді мынау қаяқтан білетінін білмеймін. Мама мынандай жағайықшы деп қойды, сөйтсем бұл румяна не дейді, қайлайды ма? Сондай жағып отыр. Кән Раяна маған қарашы, Альфия қаша тұр. Шашы тегістелді. Қазір достар, қазір ең соңында бітеміз. Альфияны да, Раяна Альфияны бояндырады ғой. Сол кезде комментария жазып кетіңдер. Кімнің бояуы әдемі шықты, кім әдемі болды соны жаза кетіңдер. Міне мына жақта Раяна. Алыстан қарашы Раяна кән. Міне Раяна, міне. Енді Раяна Альфияны бояндырады. Соны күтіңіздер. Сосын комментария жазыңыздар қайсысы әдемі болғанын. Мінекей Раяна әпшеміз бастап кетті. Ананы тональный жағып қойды. Бұл еспеп жаққан жоқ, бірден тональный жақты. Сөйтті дағы көзін бояп жатыр. Өздерінше бір салон әйтеуір. Мына бәрін шығарып қойған. Ана фен ағып тұр деймін да пайдаланбаса, иә. Мынау ше, андай не ғой. Ана басы бетіп шығатын плойка ғой мынау. Қазір осымен бер алаймыз. Бер алайын чашкасын несін. Осы дұрыс істеп тұрмын мен негізі кән. Білмеймін, өзіңе болады десең болады. Сендер до после көрейін деп отырмын мен мына жерден. Раяна не жағайын деп жатсың? Мен бұған мынандай пайдалан десем, жоқ анандай пайдаланам дейді. Кән ал, мақұл, жақсы. Мынандай дейді. Альфия біліп тұр, мынау біліп тұр, маған осындай жақ дейді. Менің өзім жаққан жоқ ма еще? Еще бүйтеді, мұрныма дейін жағу керек дейді. Кән давай, жақсы. Жағамайтын самайын ба? Жақсы, жаға берсен, сен салон. Жоқ, жоғары жақсы, жоғары, шамал жоғ. Көзім сәні. Болды. Ішіне кіріп кетіп жатыр ма? Иә, ішке. Давай, екінші жағына. Жоғарылау. Күшті болды ғой. Енді оны маңдайыңа жағасын ба? Мына Альфиян білмейтін жоқ ше. Кішкене сыз төмен қарай. Болды. Мама. Ой. Ішіне кіріп кетіп жатыр ғой. Енді оны спонжикпен басып. Мұрның дейсіз? Жоқ, мұрның қалың ғой, істемейсіңдер. Қалың ғой. Қазір аны спонжикпен басып жібересіңдер. Иә, спонжикпен басып жібер. Жаққан жерлеріңе. Спонжикпен. Ой. Мына қыздың бояуы помада жақсам болды дейді. Енді не істейсің? Раяна не істейсің? Шашын бер алайды екен. Давайте ал. Қазір до после көреміз. Достар, сол кезде екеуінің қайсысы күшті жасады? Косметика, бояуды да, шашты да. Комментарийға лайк басып лайк басып, комментарий жазып бізге тіркеле кетіңіздер дейміз, иә? Қазір ана қызды шашын істеп алайық. Мен кішкене ана тоққа қосып беремін да қазір. Мінекей мына екі қыз болды. Мынау қазір тойға кетіп бара жатқан адам ұқсап отыр ғой. Альфия. Мына екі қыз болды. Тойға кеттің деп жатсың ғой. Шашына кішкене мен көмектестім. Өйткені ана ыстық қарайына мама ана жер күйіп қолым күйін деп жатыр деді. Сосын кейін ал ана қыздың шашы сол кетті. Мен шамал көмектесін, қалған Альфия өзі чук-чук тегістеп тастады. Сонымен бері қарандар, екеуінің, короче, мынаны Раяна бояндырды, мына қызды Альфия бояндырды. Қайсысының, бері қарсы Альфия, қайсысының макияжы әдемі? Шашы макияж. Енді Раянанікі обычный, өйткені оның шашы бера-бера болғасын, ол тегістеді. Мұнанкін тегіс болғасын бер алады. Бер қарандар, екеуіңді күліп, маған қарап тұрыңдар. Альфия, шашыңды жібер. Шашыңды жібер. Екі жерін екі түрлі болып тұр ғой. Екі жерін екі түрлі емес қой, просто бер алаған сондай болып тұр ғой. Енді бер қарамыз. Маған қарандар. Қайсысы әдемі достар, комментарияға жаза кетіңдер. Всем пока. Лайк басыңдар бізге. Сендер